Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен аштықсыз жасалатын шетпектің рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті ингредиенттердің толық мөлшері видеоның астында описанияда болады. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды ыдысымызға саламыз. Үстіне қантымызды қосамыз. Сосын дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Енді барлығын жақсылап осылай күрекшемен араластырамыз. Міне осылай араластырып алдық. Енді 2 ас қасықтай шамамен менде дүкеннің қаймағы үйдікіде бола береді, қосып тағы да бір араластырып аламыз. Сосын бір жұмыртқамызды қосамыз. Тағы да араластырамыз. Бөлме температурасындағы жылы айранымызды қосамыз. Тағы да араластырып аламыз біркелкі болу үшін. Енді қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Иіліктен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнның барлығын бірден қоспаймыз. Осылай аз-аздан қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Міне осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болады. Енді үстеліміздің үстіне, немесе тақтайымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды бірдей осылай дөңгелеп сопақша формаға келтіріп аламыз. Сосын бірдей 7 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігімізді дөңгелектеп қоямыз. Егер қолдарыңызға жабысып жатса, ұн қолдансаңыздар болады. Міне бірдей барлығын 7-ге бөліп алдық. Енді әр бөлігімізді жұқа етіп жаямыз. Жайған қабырымызды жабыспас үшін үстелімізіне мата төсеп, сол матамыздың үстіне қойып шығамыз. Осылай барлық қамырды жайып шығамыз. Міне барлығын осылай жайып алдық. Енді майымызды отқа қойып қыздырамыз. Қатты қызған соң шетпегімізді ақырын саламыз. Осылай салғаннан кейін бірден осылай батырып, бетіне де майды тигіземіз. Біркелкі болып пісетін болады. Асты қызара бастағанда екінші жағына аударамыз. Осылай майын сорғытып аламыз. Осымен аштықсыз жасалатын 7 шелпегіміз дайын.
Видео рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше.